бір кедей кісі үнемі ығы-жығы халық көп кезде мейрамханаға кіріп тамақтанып, ешкімге білдірместен ақша төлемей кетіп қалады екен. Бір күні таңертең әлгі кедей тамақтанып отырғанда, тұтынушылардың бірі мейрамхана иесіне жақындап, ақырын ғана, мына кісі үнемі адамдардың көптігін пайдаланып, әр жолы ақша төлемей кетіп қалып жүр дейді. Мейрамхана қожайыны жымиып, байсалды түрде, қазір кете берсін, бұл туралы кейінірек сөйлесеміз деп жауап береді. Әдеттегідей, әлгі кедей тамағын ішіп болған соң, жан-жағына қарап, көпшіліктің арасымен білдірмей шығып кетеді. Ол кеткен соң әлгі тұтынушы таңғалып, мен сізге ескерттім ғой, неге оны бұлай жібере салдыңыз деп сұрайды. Сонда қожайын былай деп жауап береді. Бұны бірінші болып байқаған немесе маған айтып тұрған сіз жалғыз кісі емессіз. Сізге дейін де көп адам айтқан. Ол мейрамхананың сыртында отырады да, адамдар көбейгенін көргенде кіріп, тамақтанып, кетіп қалады. Мен баяғыдан бері мұны байқамағандай сыңай танытып жүрмін. Оған тыйым салған жоқпын. Жұрт алдында масқараламадым, және көңіліне қаяу түсірмедім. Өйткені осы келіп жатқан халық сол кісінің дұғасының берекесі шығар деп ойлаймын. Ол ішке кіріп тамақтану үшін сыртта отырып, осы жер адамға толса екен деп дұға қылатын болар. Ең қызығы, ол келген кезде ғана мейрамханамызға халық ылық толады. Мүмкін оның дұғасында бір сыр бар шығар. Мүмкін біздің ризық несібеміздің себепшісі сол кісі шығар. Сондықтан біреуге жақсылық жасап, асырап отырмын деп ешқашан мақтанбау керек. Бәлкім, сіздің ішіп жеп отырған несібеңіздің себепшісі сол адам болар. Кім біледі? Бәлкім жаратушы бізге өзімізге мұқтаж деп ойлаған адамдардың берекесімен ризық беріп отырған шығар. Ал егер сіз біздің арнамызға жазылмаған болсаңыз, бізді енді көрмейтін шығарсыз. Бірақ егер жазылсаңыз, құттықтаймын, сіз күн сайын рухани дамып жатырсыз.